Дұға жасағанда бет сипау. Анықтама. Діні мен дәстүрі біте қайнасқан дана халқымызда түрлі игі шараларда дұға жасап, бет сипау қалыптасқан. Әрбір істі шариғат үкімімен теңестірген дара халқымыз дұға жасағанда бет сипауды пайғамбар хадисі және ғалымдардың пәтуаларына сүйенген. Хадис. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям дұғада қолын көтерсе, бетін сипамайынша оларды бос қоймайтын. Тирмизи риуаяты. Ғалымдар сөзі. Хафиз ибн Хажар. Бұл хадисті қуаттайтын шахид, яғни куә хадистер бар. Ол хадистердің бірі Әбу Дауудтың Ибн Аббастан радиаллаху анху жеткізген хадисі. Бұл хадистер топталып хадисті хасан дәрежесіне көтереді деген. Булуғул Маром кітабы. Мубарак Фури. Бұл хадис дұғадан кейін бет сипаудың шариғатта негізі бар екендігіне дәлел болады деген. Тухфатул Ахуази кітабының Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям дұғалары бөлімі. Дұғада қол көтеру жайында жеткен.